Қайырлы кеш, құрметті байқауға қатысушылар. Бүгін сіздерді өте қызық, Уважаемые участники нашего сәтті вебинар күтіп отыр. конкурса, у вас будет сегодня очень интересный вебинар. Шоу жасайтын болсақ. Я Итак, сделаю уважаемые небольшой участники обзор, конкурса, небольшой добрый вечер. вебинар. Сейчас мы начинаем очень интересный вебинар, посвященный второму этапу Құрметті конкурса. қатысушылар, бүгін біздің байқаудың екінші кезеңіне басталған вебинар бастап отырмыз. Өте қызықты Digital байқау. Устаз Алматы – это конкурс, который Digital призван Устаз Алматы бұл байқау. цифровых учителей, которые будут продвигать вперед цифровую педагогику. Поэтому мы хотим, чтобы вы обучились всем инструментам цифровой педагогики, всем жанрам, умели работать на самых разных платформах. Организатором этого конкурса является Тканчы Академии, идея принадлежит Акиму города Алматы, нашими партнерами Алматы қаласының әкімінің еншісінде біздің серіктестеріміз баспасы, фонд первого президента бірінші президент это проводится под эгидой Министерства образования и науки Республики Казахстан, и мы это проводим в рамках 30-летия независимости нашей страны. Теперь вам необходимо для того, чтобы успешно освоить все инструменты, которые будут вам предложены в рамках данного семинара, выбрать язык. Вы на вкладке «Перевод», нажав его, получаете доступ к следующим языкам: английский, русский. Выберите свой необходимый язык и можете приступать уже к прослушиванию данного вебинара. Теперь для того, чтобы задать вопрос, вам необходимо написать в чате вопросы и ответы. Мы обязательно будем давать на все вопросы ответы, либо по ходу семинара, либо в конце будет специальная сессия вопросы-ответы. Если вы хотите озвучить свой вопрос, вам необходимо поднять руку. Теперь, так же, как и всегда, ведется запись. Запись ведется для того, чтобы у вас в последующем был доступ к этим видео, и чтобы вы могли не спеша в удобном для вас темпе освоить все материалы, повторить, потому что кривая забвения Эббингауза, она достаточно актуальная теория, и чтобы эффективно освоить все материалы, вам необходимо будет вновь возвращаться к тем материалам, которые вам были сегодня предложены. Теперь, что нас сегодня ждет? Бүгін бізді не күтіп отыр? Біз деген жартылай финалға өткен бүкіл қатысушыларға арнайы ақпараттарымыз бар. Сонымен қоса, бұл деген бүгінгі біздің вебинарымыз міндетті түрде белсенді тәсілдерді қамтиды. Енді білім беру контенттің жанрлары атты вебинарды сіздерге өз саласының хас шебері Әсет Бақытбекұлы Қабдығалиев жүргізеді. Сонымен қоса, әдеттегідей бүкіл сіздердің сұрақтарыңызға біз жауап беруге тырысамыз. Енді сіздер деген бүкіл осы жартылай финалистердің барлығы жаппай өздеріңіздің анкеталарыңызды толтыруларыңыз керек. Сіздерге хат жіберілді. Сол хаттарыңызда анкетаға деген сілтеме бар. Итак, уважаемые полуфиналисты, вы должны заполнить все данные анкеты. Ссылка на анкету вам предложена в письме. Енді осы екінші кезеңнің вебинарларына біраз қысқаша шоу жасайтын болсақ, 13 қазанда сіздерде білім берудегі жаңа контекст атты тақырыпта Рождественская ханым вебинарын өткізді. 20 қазан күні цифрлық қауіпсіздік пен гигиена атты тақырыпта Лебеденко мырза сіздерге 90 минут дәріс жүргізді. Сонымен қоса 21 қазанда сыныптағы сторителлинг күші, қуаты, әлеуеті атты тақырыпты Отжо мырза өткізді. Ал енді бүгін білім беру контентінің жанрлары атты вебинар өтеді. Өте қызық вебинарлардың бірі. Қызықтан гөрі өте мардымды, өте қажетті вебинар. Сонымен қоса, ертең 28 қазан күні Динара Сағадатова ханым смартфон сізге дос па, әлде қас па атты вебинарын өткізеді. Мына бұл жерде біз деген сабақ беру барысында, білім беру барысында смартфонды қалай пайдаланамыз деген сияқты сұрақтарға ауқымды, мардымды жауаптар берілетін болады. Және 3 қазан күні цифрлық технологияларды пайдалана отырып, сабақтың педагогикалық дизайнын игеру атты вебинарымыз өтеді. Оны бізге Лескина ханым өткізеді. Меніңше, бұлардың барлығы сіздерге өте қажетті, өте керемет нәрсе, және сіздердің педагогикаларыңызды сөзсіз байытатынына біз кәміл сенеміз. Енді сіздерді қандай белсенді әдіс тәсілдер, дидактикалық ойындар күтіп отыр. Мына бірінші сіз деген вебинарды көрулеріңіз керек, мұқият тыңдап, зейін салып,
өзіңізге деген мықты деген керек деген тұстарды түртіп отырып, сонымен қоса өздеріңіздің орындаған тапсырмаларыңызды ДЮ құлақша диджитал ұстаз алматы .kz сайтына жіберулеріңіз керек, поштасына жіберуіңіз керек. Сонымен қоса өздеріңіздің орындалған тапсырмалар үшін шағын бір моральды марапат алып отырыңыз. Енді Әсет Бақтығалиұлы Қабдығалиевқа келетін болсақ, ол деген EdTech саласының сарапшысы, Аман Сұлтан білім беру платформасының академиялық директоры болып істейді. Сонымен қоса Опыт Teacher, жаса ұстаз білім беру жобаларының авторы әрі продюсері. Енді сіздерге бұның алдында тапсырмаларыңызды поштаға жіберіңіз деді. Енді поштаға қалай жүктеуге, қалай жөнелтуге болады. Мекен жайды жазасыздар. ДЮ құлақша диджитал ұстаз алматы .kz мекен жайына. Содан кейін міндетті түрде тақырыбын жазу керек, өйткені осы тақырып бойынша сіздердің егер хат мүмкін жоғалып қалатын болса, оны бірден тауып алуға мүмкіндік бар. Содан кейін өздеріңіздің контактілік деректеріңізді толтырасыздар. Бұл да қазіргі заманда хат жазудың бір жоғары мәдениеттерінің бір көрсеткіші болып табылады. Енді содан кейін сіздер міндетті түрде сауалнамаға қатысуларыңыз керек. Алмас, сіз сауалнаманы қазір қосасыз ба? Сейчас проведем опрос, да? Алмаз, Данара. Мен сіздерге сауалнаманың сұрақтар жіберілді. Соған жауап берулеріңізді сұраймыз. Біздің вебинар қаншалықты сіздердің көңілдеріңізден шығып отыр? Өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз қандай? Ұнай ма, ұнамай ма? Жақсы бір әсер, сезім бере ме, бермей ме? Мәзсіз бе, мәз емессіз бе деген сияқты сондай сұрақтар. Өте ризамыз деген жауаптар басым, яғни 84% екен. Жалпы көңіліңізден шығып отыр деген сияқты жауаптардың үлесі 10%. Бейтарап, жақсы да, жаман да деп бағалай алмаймын деп 5% жауап беріпті. Мәз емеспін деген жауаптар жоқ. Көңілінен мүлдем шықпады деген жауаптар тағы да жоқ. Вы планируете выполнить и отправить нам задание от спикера? Я басым көпшілігі тапсырманы орындаймыз деген ниетте екен. Тапсырманы орындамаймын деген адамдар жоқ сияқты. Әзірге білмеймін. Кішкене күмән болу керек. Сәл күмәнданып отырған адамдардың үлес салмағы 14% екен. Мына 28 адамның 22-сі жауап беріпті, 2-ақ сұрақ. 23-ші адам қосылды. Енді 5 адам жауап берсе, нұр үстіне нұр болар еді. Бес адам компьютерді қосып, басқа шаруалармен айналысып кетті ме?
Юрий Витальевич, вы отправляете задание на адрес, который был указан сейчас в презентации. Это du@digitalstars.almaty.kz. Қазір бізде қатысушылардың саны 36 болды, 36-ға жетті. Сол 36-ның 24-і жауап берді. Ол коллеги, организаторы, сколько времени вы даете на опрос? Ендеше біз сауалнаманы тоқтатамыз. Қатысқандарыңызға рахмет. Енді сөз кезегін біз деген Асет Мырзаға берсек. Асет, теперь предлагаем вам начать ваш вебинар. Спасибо за терпение, спасибо за то, что дождались конца наших организационных моментов. Құрметті әріптестер, саламатсыздар ма? Руслан, көп рахмет. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас я поделюсь экраном и начну свой вебинар. Экран виден, да, сейчас? Да, виден. Так, хорошо. Так. Еще раз добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Асет Кабдыгалиев, академический директор Аман Султан, автор, продюсер Open Teacher и учитель информатики и математики последние 8 лет. Тема сегодняшнего вебинара – это жанры образовательного контента. В ходе вебинара я постараюсь осветить эту тему со стороны исследовательской стороны, со стороны моего личного опыта, также дать практические, можно сказать, пошаговые инструкции, ссылки, чтобы вы могли уже сейчас использовать современные инструменты для создания контента на ваших уроках и внедрять их внутрь класса. Долгие годы уже, в принципе, занимаюсь образовательными технологиями и, в частности, созданием контента. Все начиналось с поэзии, все начиналось с стихов, и потом все это перерастало в профессию после окончания университета. И когда уже работал учителем, преподавание стало такой площадкой, где я мог создавать разные виды контента. Это и скринкасты на каналах Open Teacher и Digital Stars, это также анимационные ролики. Мы с учениками ведем канал, где помогаем, делимся классными лайфхаками по тому, как лучше учиться. И, в общем, всегда старался внедрять образовательные технологии, блок-платформы, разные инструменты оценивания внутри класса. И по-хорошему болею этой темой уже последние 5-6 лет. О чем мы будем сегодня говорить? Мы знаем то, что весь, в принципе, учебное сообщество состоит из разных частей. Это у нас части коллаборации, части оценивания, части социально-эмоциональные, части рефлексии. Но одна из самых важнейших составляющих части – это контент. И она стала очень актуальной именно в тот период, когда наступила дистанционка в 2020 году, в марте-апреле.
Уже игнорировать цифровой контент мы уже не могли, и надо было внедрять. Мы перешли на онлайн, связь, проблемы, когда при переходе онлайн, основные проблемы, как связь, отсутствие хорошего интернета, отсутствие хорошей техники, заставило нас искать материалы, с которыми могут познакомиться дети в синхронном или асинхронном варианте. И тогда стал вопрос того, какой контент выбирать, что у нас есть, в принципе, на рынке Казахстана, в мировом рынке и постсоветском пространстве на русском языке. И вот эта проблема, она начала сильно-сильно развиваться, и основные запросы учителей были, какие рекомендации, какие сайты нам нужно использовать, какие образовательные платформы мы должны использовать. И Министерство образования сделало такой вот перечень, список разных ресурсов. Это и там Khan Academy, где там объясняются, получается, предметы научного цикла через скринкаст или через графический планшет. Ну, в общем, 2020 год стал толчком к осмыслению контента, цифрового контента и его как бы честное внедрение в учебный процесс. И понятное дело, что сейчас в конце вот разговора я вернусь к теме необходимости онлайн-контента, почему это важно. Сейчас это просто вначале хочу представить какие-то основные идеи, чтобы у вас были уже сейчас созревали какие-то вопросы и мысли по этому поводу. Вот контент – это основная составляющая. Контент учителя создавали и до пандемии. Безусловно, это были презентации, это были и видео, и особо креативные учителя стали еще в начале 2000-х, создавали разные видеоролики, умудрялись делать анимационные фильмы прямо на PowerPoint, чтобы разнообразить подачу материала. Это очень важно, вот, учебный процесс, заинтересовать и замотивировать ученика потреблять вот эту информацию, которая передается вот внутри вот класса, урока. Это вот по части вот актуальности. Также вот после вот пандемии очень много появилось YouTube-блогеров, TikTok-блогеров, учителей, среди учителей, которые начали транслировать и создавать замечательный контент разного направления. И уже учебный процесс, он вышел за рамки класса, намного дальше, и сейчас я даже листаю иногда социальные сети, замечаю, что очень много рекомендаций мне попадает уроки там, математиков, информатиков или учителей, которые обучают других учителей. И я очень рад, что вот среди блогеров, массы блогеров появляются блогеры-учителя, которые уже передают ценность, образовательную ценность через вот эти социальные сети. Через не вот эти, а через социальные сети, извиняюсь. Первый вопрос, который я хочу задать вам, сделать этот вебинар немного интерактивным. Какой тип контента используете вы часто на уроке и почему? Напишите ваше мнение в чате. Мне очень важно узнать, что вы уже сейчас применяете, какие инструменты вы используете, почему вы используете этот тип контента. Например, вы скажете там видеоконтент с YouTube, например, как вы его используете внутри класса. Может быть, какие-то оригинальные идеи, которые я себе заберу и буду рассказывать своим учителям. Прошу вас активно поделиться. Например, среди вот своих коллег, когда мы делились, когда я, будучи преподавателем, каждый учитель использовал разные виды контента. Например, учителя английского языка очень любили использовать видеоматериалы на уроке. Ну, для того, чтобы произношение на английском языке учеников улучшалось. Если получается, вот здесь я могу чат посмотреть, да? Давайте посмотрим чат. Так. Ага. Немного как бы неудобно читать вот эти сообщения. Мне очень плохо видны эти сообщения.
Если есть кто-то, кто вот со мной ведет конференцию, можете прочитать вот эти сообщения? Так. Ага. Они используют Quizzes, WordWall, Kahoot, YouTube, Ага. Kahoot, Quizzes, Plickers, очень Ага. много. Kahoot, Powtoon, Instagram, YouTube, так, Nearprod, Ньюпод. Ага. YouTube, Quiz, Ментиметр. Quizlet, Ага. Quizlet Ага. Live, Learning Apps, Plickers, Skype, Mentimeter.com, 3D Anatomy, Learning Супер. Apps, KineMaster, Live Worksheets, Instagram, Jaxbox, Miro, Okko.kz, worldwall.net, Opik. Ага. Спасибо большое, Руслан. Очень интересные ресурсы. Используйте сейчас. Я уже вспоминаю вот наш канал Опыт Тичера. Мы на все эти, получается, ресурсы создавали видео. И я очень рад, что вы очень продвинуты. И я на конференциях, международных конференциях и российских конференциях я замечаю, как наши казахстанские учителя используют передовые инструменты, вот Mentimeter, Quizzes и все, что вы только что перечислили. И действительно, я думаю, что я угадал сегодня с темой, не возвращаясь обратно вот этот инструмент оценивания, который уже, в принципе, вы уже давно освоили и классно используете. Дальше мы погрузимся уже в создание контента и поговорим про психологические аспекты и технические аспекты, и там в плане креативности поговорим, поделимся опытом вместе. Спасибо большое за активность в чате. Второй вопрос, который я хочу вам задать, тоже в чате. Хотел бы услышать ваше мнение, почему так интересен TikTok. Я сейчас как бы не разделяю по возрастной группе. Если честно, очень много людей старшего поколения также залипает на ТикТоке. Расскажите ваше мнение, почему интересен TikTok в чате. Ага, пишет, подкаст – это нынешний тренд. Окей, подкаст – это немного другое, да, с ТикТока, хотя в ТикТоке можно прямые трансляции вести, потому что коротко, совершенно верно, да. То есть у нас сейчас, к этому я сейчас вернусь, это очень важный момент, Айшат Шленова. Сюжетті әрі қызық, қысқа. Ага, классный сценарий, коротко. Так, секунду. Так. Хочу прочитать все ваши сообщения, потому очень интересно, то, что вы пишете. Ага. TikTok интересный тем, что коротко можно услышать и увидеть информацию. Угу. Жастар қызығады, потому что коротко, ярко и интересно. Тренд. Абсолютно верно. Очень интересные факты, короткие. Угу. Легко и непринужденно можно запомнить. TikTok просто для использования, короткие, интересные видео. Спасибо большое, коллеги. Қызықты видеолардың TikTok қорынан деген жауап келді. Және біз TikTok-тың қызықтылығын айттық, және осыны талқылай түстік. Және біз ойлау қабілетімізді талқылайық. Және жай қарапайым айтайық, яғни сіздер қарапайым дұрыс айттыңыздар, және осы зерттеу сізде айтқан сөзіміздің бәрін растайды. Яғни бұл осы TikTok, Reels, осы YouTube роликтің өздері, осының бәрі жақында, осы тарихи тұрғыдан контентті құрылу, осы соңғы. Яғни осындай контент әр адамның қызығушылығын тудыруы мүмкін. Яғни адам әлемді тұтас емес, бір белгілі. Так, воспринимает мир нецелостно, как череду почти не связанных между собой частей, фактов и событий. Яғни ол өзара байланбаған оқиғалар, фактілер арқылы. Яғни бұл. Впервые мы уже об этом начали говорить, это были 80-е 90-е годы. Және осы айтқан кезде 80-90 жылдар болды. Сол кезде осы жаңалықтық репортаждар, телевизия
ханымдар осы сюжеттің артынан сюжеттерді шығарып, өздері өзара байланысты емес сюжеттерді, және осы нәтижесінде көрермендерде ашық, айқын, эмоцияға қарқынды контентке деген сұраныс қалыптасып кетті. Және бір контент аяқталған соң келесі контент пайда болады. Яғни осы контенттің клиптік тұрғысы. Яғни бұл осы клиптік, мысалы клиптік, яғни олардың мүлдем уақыты жоқ, және оның осы ойланып тұруға да уақыт жоқ. Клиптік ойлану, яғни яркого посыла. Адам осы қысқа, яғни бір видеоклип ретінде немесе бір белгілі. Неге осы кезеңнің пайда болғаны, бұл әрине цивилизация, барлық ақпарат, түскен ақпараттың көлемі жақсарып тезеп келеді, және осының біз мектептен тыс дүниені үйренеміз, және бізге қандай ақпарат керек. Бізге әр жақтан әртүрлі ақпарат келеді ғой. Әрине ол өте үлкен ақпарат, жан-жақтан келе жатқан, және осы себептердің бірі келу жылдамдығы. Мысалы 2005 жылы болған ақпарат мүлдем өзгерген. Мысалы қазір цифрлық контенттің зерттеулерін қарайтын болсақ, онда Назарбаев университетінің сарапшылары біз соңғы жыл емес, соңғы 5 жылдағы зерттеулерді қараңыздар деп айтты. Өйткені соңғы 5 жылда барлық ақпарат өзгереді. Яғни осындай әлеуметтік желіде осындай алгоритмдермен, TikTok'те, Instagram'да алгоритмдер көбінесе жаңа видеоларды береді. Яғни мысалы бір тақырыпты соңына дейін бәрін талқылап тастады, мысалы 10 жыл бұрын. Сондықтан бір адам өз аудиториясын қайтадан жинайды, яғни осы уақытта контент белгі және басқа бір эпизодтардан басқа осындай контентті біз көбінесе қарайтын контентіміз. Және келесі көп мақсаттылық дегеніміз, және мен бұны айтпай қояйын, бұл жерде әрине бұл осы әлеуметтік желіде болып жатқан TikTokқа деген, әрине бұл осы мәселені мен сіздерге қалдырамын, сіздердің рефлексияңыз үшін, және соңында сіз осыған қатысты өз пікірлеріңізбен, ойларыңызбен бөлісіп аласыз. Және осыған орай зерттеушілер не дейді? Померанцтың сөз бойынша TikTok жастармен қарым-қатынасқа көмектеседі. Мысалы, олардың тілінде айтатын болсақ, және олардың платформада шығу, мысалы, сіз оқушылардан TikTok деп не сұрасаңыз, онда сіз оқушыларға сенім білдіріп, олардың, яғни сол жерде болған тақта, және немесе бір және трендтерге жүгінсек, және екінші зерттеу, басқа зерттеулер көрсеткенде, егер басқа өте танымал контентке TikTok'та жасаймыз, ол жерде аниме фильмдер балаларға деген жақсы зерттеу ретінде, және осы және көптеген аниме фильмдерді өмірде жетістік жетуге және еңбекті бағалауға үйретеді. Мысалы, осы зерттеуімізді растау ретінде, дәлел ретінде бірнеше жыл бұрын біз көбінесе оқушылармен, олардың қызығушылықтарымен қарым-қатынаста болатынбыз, және балалар көп аниме туралы көп айтатын. Және бұл анимені контентті, балалар контентті деп есептеп жүрген адамдар, бұл осы күрделі тақырыптарды. Және мен осы өзімнің бұл мектептік тақырып,
Ол жерде өте қызықты мәселелер талқылаған болатын. Және мен осы қарағаннан кейін өте қызықты, шабыттанып, осы оқушыларымнан көп фидбек алдым, кері байланыс алдым. Және осы контентпен күресудің еш мағынасы жоқ. Және кезінде теледидар пайда болған кезде, біз оны интернет пайда болғанда біз оны тоқтата алмадық. Яғни, егер біз консерватор болсақ та, яғни біз жаңашылға ұмтылатын адамдар ретінде, және біз мен барлығын түсінеміз. Әрине осының барлығын теріс жағы бар. Және біз осыдан да қадағалаудың қажеттілігін айтып өтеміз. Және ғылыми әдісте болу керек, және балалардың әлеуметтік желідегі жұмысында олардың қанша уақыт отыратын осының барлығын зерттеп, және мен сіздердің осы трендтерді түсініп, және осы ақпараттық соғысты жеңу үшін, мысалы, бұл айтуға рұқсат болса, білім беру контенттерін және бізде кез келген адам, кез келген саладан өзі контент жасай алады. Мысалы, көбінесе TikTok, YouTube бірінші уақытта олар өздері осы ойын-сауық контент ретінде құрылды, және осыған бір білімі бар адам бір ұқыптықпен абайлап қараған болатын. Және білімі бар адам бір нәрсені таратудың орнына, осыны зерттеуге және жан-жақты пікір жинастыруға. Яғни осының барлығында өзіміз үшін алған бір шындық бар. Біз айтқымыз келетін, әрине әлеуметтік желі біздің үлкен тақырып, және бұл келесі 10 жыл бойы культурологтардың пікірі бойынша біздің өміріміздің бір көп бөлігін біз әлеуметтік желіде білім беру контентін аламыз. Ол жерде адамдар білім беру, сонымен қатар TikTok'те жұмыс жасау механизмдері, YouTube'да жұмыс жасау механизм алгоритмдері. Әрине, зерттеушілік тұрғысынан зерттеуіміз керек, және бұл оқу үрдісіне енгізуіміз керек, яғни осы lesson study'ін, және осының барлығын қалай интеграция жасауға болатынын көреміз. Егер біз оқушылардың назарына мұқтаж болып, және олардың мектепте деген мотивациясы болмаса, оларға әрине бір жаңашылық керек, және осы таңда осы философиялық тұрғыдан осы мәселені шешетін болса, және біздің ойларымызды, пікірлерімізді, және видео YouTube'қа, және бұл тек пайдалы емес, сонымен қатар әртүрлі техникалармен қолдана отырып, және бұл осы көптеген зерттеушілер осы видеоны қолдануға да, және академиялық білімнің үлгерімін енгізеді, яғни бұл өзінің тиімділігін дәлелдей білді. Яғни бұл осы бағыттар TikTok, аниме, және олар бойынша зерттеу жүргізілді, және олардың барлығын сондықтан мен әлеуметтік желілер тек негатив екенін, және осындай әрине бұл білім беру үрдісінде, яғни бұл енді мен келесі мәтінімізде Хорошо. При создании контента контентті жасайтын кезде әрине біз неге осының барлығы шоғырланатын, яғни бұл база, бұл оқушылардың қабылдау түрлерін біз ескеруіміз керек.
мысалы визуалдылар, аудиалдар және дигиталдардың, және бұл осының барлығын кез келген контент жасаған кезде, яғни сыныптар әртүрлі, және біз әрқайсысын бізде қандай, әрине осының барлығы маңызды бөлік, және бұл көбінесе бұл психологтардың мақсаты бұл сауалнама жүргізу, яғни осы деректің бәрін қолдануымыз керек, және оқытушы деген бұл оқушылар дерегі, яғни бұл бізде заманауи технологияларды қолданып, және бұл зерттеушілер қандай, ал біздің қабылдайтын түрлері туралы айтатын болсақ, біз визуал нені қабылдайды, нені жақсы көреді. Визуалмен сөйлескен кезде өте ұқыпты болу керек, және оқыту үшін көрнекі материалдар керек, телекарталар, суреттеріңіз, сілтемелеріңіз бұл визуалды. Визуалдарға осы барлығын мөлшерінде көрсетіңіздер. Визуалдар нені байғалайды? Олар скриншот, көріңіздер, бағалаңыз деген сөздер жатады. Енді біз визуал қатысты болса, онда сіз қолданылатын барлық аспаптарды қолдана аласыз. Яғни біз PowerPoint-тан бастап, енді элементті қолдануымыз керек, және аудиалдар нені сезеді. Оларға көбінесе тыныштық керек, ақпаратты көбінесе диалогты қабылдайды. Мысалы, олармен нәрсе талқылауға болады. Аудиалдар нені? Егер мысалы сіз аудиалға поделиться, получается, каким-то интересным подкастом по теме, получается, интереса ученика внутри Давайте поговорим, послушайте, обсудим. Өздеріңіздің тақырыптарға аудиалдар кинестеттерге не байланысты. Мысалы, біздер барлық мұғалімдер түсінеміз, кинестеттер болады. Сонымен қатар бұл контент түсіру үшін, яғни біз бірінші кезекте контент түсіру туралы, және біздің барлық вебинар, яғни кинестет үшін, яғни бұл осының бар әрекет адамдары, яғни неге осы контент жасаған кезде осы қабылдау түрлерін ескеруіміз керек. Және күнделікті және кинестетик үшін мәтіндер местермен бөліскім келіп отыр. Әрекеттерді яғни бұл адам өзіне жұмсалып және өзінің ресурстарының өзінің ішіне іздеп және мысалы бір концепт, бір мәселені шешу үшін кинестетке нақты нұсқаулықтарды беруіміз керек. Яғни оны тез арада. Және бұл кинестетикке қатысты. Көбінесе осы үш тип туралы айтатын боламыз. Яғни осы интеллектуалды мектептерде осы видеороликтерді ұнатпайтын оқушылар болады. Системно. Они очень хорошо обучаются точным наукам. Олар нақты ғылымдарды жақсы үйренеді. Олар көбінесе эмоцияларын мүлдем білдірмейді. Олар көбінесе восприятие информации, скорость восприятия информации у них абсолютно феноменальный. Өте осы қабылдау оларға мүлдем басқа ақпаратты игеруде
ақпаратты түсінуге олар хорошие длинные текста, лонгриды. Это их не смущает, это им хорошо, есть чем заняться, они могут там 30-40 минут почитать, если этот текст интересный. Вот это получается вот 4 вида восприятия, и ни одно восприятие не 100% для каждого ученика. Каждое восприятие имеет свой какой-то баланс, то есть ни один студент, каждый студент имеет все 4, получается, просто разная балансировка, что-то там превалирует больше, что-то меньше. Надеюсь, я говорю не слишком быстро, у меня есть тенденция говорить очень быстро. Если что, можете меня прервать и где-то там остановить, если есть какие-то там вопросы, замечания. егер мен тез жылдам сөйлеп жатсам, маған ескерту жасаңыздар болады. Яғни осы қабылдау түрлері өте маңызды. Егер біз мысалы барлық оқушыларға қызықты, яғни біз командаларды, рекомендацияларды қолдана отырып, әр адамды қызықтыруға да болады. Яғни бұл осы теорияда, осы орындалған жұмыстың сапасына байланысты және дайындық сапасына байланысты. Егер осы тақырыптан контент жанрлар айтатын болса, онда контенттің түрлері, яғни оларды 5 түрге бөледі. Осы білім саласында. Яғни бұл анимация, документалистика, онлайн-конференция, подкасттар, аудио-подкасттар кіреді. Екіншісі интерактивті түрде. Ол жерде әсіресе жоғары сыныптарды бағалайтындар. Интерактивті тапсырмалар. Бұл әр оқушы, әр мұғалім осыны қолданған кезде, орындаған кезде қуанышты, яғни бұл осы бір осы интерактивті оқушыларға қолдануға ыңғайлы және тақырыпты орындауға көптеген дифференциалдық тапсырмаларды қолдануға мүмкіндік. Және біздің осы 5-ші түрі PDF, бұл мәтіндер, оқыту материалдары, бұл шаблондар, чек-листтер, бұл мануалдар, яғни блюпринт, мысалы бір нұсқаулықтар, және бізде келесі қарапайым мәтіндер, қызықты мәтіндер, мақалалар, және визуалды, олар инфографика, презентация, слайдтар, осының барлығын оқу үрдісінде айтуға болады. Және осы жанрлар. Первое, получается, бюджету. Если это бесплатно. Және осы бірінші кезекте бюджет бойынша қолданады. Және екінші функционалдық мүмкіндіктер бойынша пайдаланады. Және біз осы инструменттер туралы аз айтып отырмыз. Және біздің ал енді сіздерден осы цифрлы инструменттерді біз талқылады. Ал енді сіздермен қазір үй жұмысын талқылаймыз. Білім беру контентінің жанрлары. Мен сіздерге жауапқа уақыт қалдырсам, сіздерге қараңыздар. Менің тақырыбымның үй жұмысы, үй тапсырмасы, анимациялық видеоны өз пәніңіз бойынша жасау. Өзіңізге кез келген тақырыпты алдыңыздар. Мысалы, сіздерге осындай челлендж, сіздерге осындай мақсат. Мен оны сіздерге көрсетпеймін. Осы анимациялық. Мен сіздерге осы оқу материалын дайындадым. Онда Open Teacher, яғни бұл анимациялық тақырыпты осы 4 аспапта құрайсыз. Бірінші PowerPoint,
покадровую анимацию. Екінші кадрлық анимацияны қолданамыз. Изменять, получается, позицию объекта. Және нысанның позициясын өзгертпеу. Biteable это более Biteable конструктор, где есть бұл қарапайымырақ, ол конструкторда дайын нысандар бар. Третий это профессиональный. Үшінші бұл кәсіби және жартылай кәсіби видеоскайп, оның арқасында көмегімен анимациялар құруға болады. Библиотеки фонов, Кітапханалар персонаждары және осындай оған мысал дыбыстық файл қосаңыздар болады. Және соңғысы бұл Biteable мен видеоскайптың ортасындағы, яғни бізде яғни бұл нақты дыбыс естілу керек. Яғни бізде екінші видео және бұл қызығушылығы, мазмұндылығының сапасы және сіздің уақыттарыңыз 2 минут. Сонда яғни сіздерге бізге осы сілтемені көшіріп, және сіздер осы өздеріңізге жазып алуға. Давайте я, в принципе, вопросы ваши почитаю. Сіздердің сұрақтарыңызды оқып шығайын. Прекрасно, Юрий, круто. Керемет, Юрий. Керемет. Онда сіздерге мен өзіміздің осы аспаптарымызды не жасай алдық. Яғни мен мысалы сіздердің мысалы сіз әлі жаңадан мақсат қойып жатсаңыз, мына жерде Open Teacher арнасында мен өзім осындай мәселе қойдым. Бізге мектептер керек па? И как-то вот посмотреть на проблемы, получается, образования. Ссылку я вам скину. Білім беру мәселесіне басқа көзқараспен қарастыру және осындай анимациялық видеоны жасау 3-4 сағат уақыт алды, яғни бұл өте оқытушы бірінші кезекте оқытушы және оған контент құру мақсат емес, яғни осындай иллюстративті анимациялық контент жасап үйреніп алсақ, онда оқушыларды тартуға, оларға бір қызықты ақпарат бөлісуге. Және бұл қазіргі таңда сторителлинг қараңыздар, бұл осы әрине бұл осындай контент жасаңыздар деген сіздерге мақсат қоймаймын, бірақ сіздерге бұны үлгі ретінде және бұл сіздерге өз тәжірибем бөлісіп отырмын. Яғни анимациялық контент жасауға сіздер осы Canva'да жасай аласыздар. Егер осындай для этого мы все это разбили, в принципе, вот в плейлистах вместе с коллегой Нурсултаном Жакуповым. Здесь вы можете посмотреть плейлист. Нурсултан Жакуповпен барлығын жасадық, және біз инструменты плейлисты Google классом. Вот здесь есть инструменты интерактивные доски. Интерактивты. Google, продукты Microsoft. А здесь что получается? Так, видеоконференции. Ну, в общем, вот по всем плейлистам мы разбили. Здесь есть очень интересные уроки. Және бұл өте қызықты сабақтар, олар сізді қызықтыруы мүмкін. Мысалы, біз талқылаған Biteable палтаны және анимация жасау және осы барлық сабақтарға бізге толық түсіндіретін видео сабақтар бар, және бірінші видеоңызды қалай жасауға туралы көмектестеріңіз бар, және осы
Бірінші ссылкаңызды қолдансаңыз және үй тапсырманы жасауға дайындалыңыз және толығын айтқыңыз келеді. Давайте сейчас еще раз поделюсь экраном, чтобы вот завершение было немного несумбурным. Және біздің аяқталуымыз асығыс болмайтындай, қараңыздар, біз сізге үлгілерді көрсеттім. Бұл жерде қандай пайдасы бар? Және біздің сөзімнің басында не туралы айттық? Әрине бұл офлайн оқытумен, әрине онлайн оқыту ешбір тең келмейді. Бірақ онлайн мүмкіндіктерін пайдалансақ, офлайнның мүмкіндіктері арта түседі. Егер біз қажет кезінде барынша қызықты технологияларды енгізсек, онда біз ерекше сеніммен үш мәселені шешеміз. Біріншіден, жұмысымызды жеңілдетеміз. Және оқу үрдісіне жауапкершілікпен қараймыз. Өйткені барлық осы оқыту немесе басқа ақпараттарды қолданған кезде жауапкершілігіміз арта түседі, және бұл осы әр қызметкерге өзінің деңгейіне сәйкес. Онлайн оқыту біздің оқытуымызды өте тиянақты жасау мүмкіндігі бар. Әрине бұл жердегі қолжетімділігі, бұл оқушыға деген фокустың болуы, әрине бұл арзанырақ, және барлық құжаттама онлайн жүргізіледі. Деректер базасы барлығы. Ал енді қазір барлығы онлайн жеткізіледі. Және бұл осы қазіргі таңда онлайн жеткізу біздің сөзімнің соңында баршаңызға контент жасауды бастаңыздар, және сіздерге ұсынған барлық аспаптарды қолданыңыздар. Тіпті сіз бұрын қолдамаған аспапты пайдаланыңыздар, және бастарыңызда жаңа нейронды байланыстар пайда болсын, және сіздер назарларыңыз үшін көп рахмет. Ұйымдастырушыларға осындай ұйымдастырған байқау үшін және бізге беріп жатқан мотивацияларыңыз үшін және осындай баршаңызға денсаулық, жетістік тілейміз. Ал енді сіздердің сұрақтарыңызға өтейік. Так, спасибо, Ахмед, круто пробую, спасибо. Огромное спасибо за обратную связь. Ага. Байланыстарыңыз үшін рахмет. Жақсы. Лебіздеріңізге рахмет. Мен әлі сұрақтарды көріп тұрған жоқпын, ешқандай сұрақ. Спасибо, Асет. Көп рахмет. Ол түрлі бір сұрақ болған. Қай уақытқа дейін тапсырма жібереміз деген сұрақ бар. Продюсер жауап береді. 7 қарашаға дейін барлық үй жұмысын жасауға уақыттарыңыз болады. Видео форматта жасауға болады. Инфографиканы көрсеттіңіздер ме? Инфографика жөнінде сіздерге бөлек вебинар болады. Жалпы оға дейін инфографика тәсілімен, олардың үлгілерімен өз беттеріңізбен таныса берсеңіздер болады. Ол да өте қажетті нәрсе. Мәселен, біз неге инфографиканы талап етіп отырмыз? Мәселен, мен мұғалім ретінде бір күні бір сыныптың соңында жүрдім. 1-ші сабақтан 7-ші сабаққа дейін. Сонда әр мұғалім әр сабақта сол сыныптарға презентация көрсетті, және презентация жасаңдар, немесе үй тапсырмасын презентация түрінде орындап келгендеріңді көрсетіңдер деген сияқты. Балалар презентацияның астында қалған сияқты, одан көздеп алады екен. Содан кейін жұмыстың барлығы бір сыңарлы болса, балалар одан жалығады. Сондықтан бір ғана инфографика
жасай отырып мұғалім үлкен бір сабақтың тақырыбын шығара алады. Соны жасап үйренген өте абзал деп шештік. Сондықтан инфографика жөнінде сіздерге арнайы тапсырмалар бар. Ал енді Google-ге инфографиканы қалай жасау керек деген ақпаратты енгізсеңіз, арнайы сілтемелерде шыға келеді. Ол жөнінде бағдарламалар өте көп, сайттарда өте көп, онлайн түрінде жасай отырып, кейін оны өздеріңізде жүктей аласыздар, немесе өздеріңіздің дискілеріңізде сақтай аласыздар. Мына инфографикаға байланысты видеоға бізге сілтемелер жіберіп отыр байқау координаторы. Сол өте тамаша, рахмет. Ал енді тағы да басқа сұрақтар жоқ сияқты. Уважаемые участники, если у вас имеются вопросы, у вас есть прекрасная возможность задать именно настоящему профи в этом деле, потому что если вы зайдете на канал... Осы әсеттің каналына кірсеңіздер, түсініктеме роликтері бар, және осыны қарайтын аудитория тек қазақстандықтар ғана емес. Және біз бұл жерде, біз өзімізбен ғана емес, және осы әсетті де мақтап тұтуымыз керек, және қазақстандықтардың құрметіне, қазақстандықтардың пайдасына, және барлығы нақты, және сіздердің аз уақыттарыңызды алып жұмыс жасайды. Кейде 2 минуттан аспайды, шаршап кетеді, жалып кетеді. Бұл 2 минуттық ролик өте керемет уақыт. Егер сіздер үлкен телеарналардың бір жарнамалық пропагандалық роликтерін көретін болсақ, олар 1 минуттан да аспайды. Сондықтан 2 минут әбден жеткілікті деп ойлаймыз. Да, вы можете задать вопросы. Сұран деп едім, мына КТЖ-да жоқ, бірақ кітап қосымша оқуға берілген тақырыпты алсақ бола ма? Егер сіздер екінші кезеңнің тапсырмасын если вы будете выполнять задание второго, любая ваша выбранная тема, она должна внести это обязательно по критериям оценивания. Поступил очень хороший вопрос. Можем ли мы выбрать тему вне календарно-тематического плана, вне учебной программы? Выбрать ту тему, которую мы даем в качестве дополнительного образования? Нет, вы должны выбрать ту тему, ту цель образования, имеется в календарно-тематическом плане. Это соответствие ГОСО типовым учебным программам. Ол мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес келуі, және осы мәселелерге. Вы выбираете сами. Это может быть пройденный урок, это может быть урок, который будет у вас в будущем. Здесь болашақта болуы мүмкін, және ең бастысы чтобы мы видели. Бұл бағдарламалар болсын, және біздің оқытудың қандай мақсатын біз алғанымызды, және оқыту мақсаты, оқу мақсаты. А если домашнее задание не получится, влияет ли на результаты конкурса? На результаты конкурса это не влияет, но то, что вы умеете, повлияет на работу в принципе. Байқау жұмыстарыңызға әсер еткеніңіз, яғни мысалы сіз бірнеше форматтарды енгізсеңіз, және цифрлық платформаға енгізсеңіздер, осының барлығы оқыту мақсатына жетеді, және сіздің если бы этих файлов, созданных вами, не было бы. Қазіргі сәттен жарысқа қатысуға бола ма? Егер сіз бірінші тапсырманы орындамасаңыз, бірінші кезеңге қатыспасаңыз, онда ондай мүмкіндік жоқ. Сіз тек қана байқаудың вебинарларына қатыса аласыздар. Мен бірінші кезеңге қатысқан жоқпын, қалай болады? Мына Салтанат, Ақнұр, сіздер енді тек қана вебинардың тыңдаушылар ғана бола аласыздар, өйткені бірінші кезең өтіп қойды, бірінші кезең бағаланды. Сол бірінші кезеңнің ішінен 30 финалистерді біз іріктеп алдық. Здесь координатор конкурса дала хороший ответ. Выполнение домашнего задания для конкурсантов второго этапа не влияет. Домашнее задание – дополнительное задание на розыгрыш активного слушателя и ноутбука. Я бы хотел получить ноутбук. И
Если я выполняю домашнее задание даже на получение ноутбука, все равно мои знания и навыки существенно улучшат мое конкурсное задание, и вы вполне можете стать обладателем статуса Digital Stars Алматы. На каком сайте выполнить задание второго тура? Задание второго тура вы выполняете на той платформе, на которой вы работаете, хорошо работаете, которая позволяет загружать и медиафайлы, и текстовые файлы, и получить полноценный доступ к хорошему уроку. Екінші этап тильдамен орындалама. Егер сіз тильдада орындаймын десеңіз, тильдада орындаңыз. Егер сіздің мектептерде басқа бір платформалар қолданылса, соның қолданысымен де орындауға болады. Мәселен, кейбір мектептерде модуль бар, кейбір мектептер басқа қазақстандық платформаларды пайдаланады. Егер солар сіздерге ыңғайлы болса, онда неге пайдаланбасқа? В предыдущем вебинаре говорили, что именно на этом вебинаре расскажут, на каком сайте и как это сделать. Тогда мы этот вопрос продумаем. Я себе этот сохраню. А так, можно, наверное, Асета попросить ответить, какие платформы вы могли бы рекомендовать для того, чтобы выполнить второе конкурсное задание? Да, я вот только что поделился в чате. Рекомендация – это использовать 4 платформы. Это PowerPoint, Biteable, VideoScribe и Powtoon. Первая рекомендация – это использовать PowerPoint или Biteable, потому что они проще в использовании. Там PowerPoint, в принципе, вам знаком уже. VideoScribe – это для тех, кто хочет глубже окунуться в создание вот анимационных роликов. Рахмет сізге. Енді Айша түшілер сұрақ қойып отыр. Екінші кезең бойынша сабағымызды видеоға түсіру міндетті ме? Жоқ, екінші кезең бойынша сабақтарыңызды видеоға түсіру міндетті емес. Сіздерге тек қана бір сабаққа қатысты, бір оқу мақсатына қатысты платформаны сәйкес материалдармен толтырасыз. Ол деген сабақтың басты идеясы инфографика түрінде берілген. Содан кейін сабақтың мақсаты, міндеті сол инфографикада көрсетіледі. Сонымен қоса мәтін, қосымша мәтін, оқушыларға деген форматив, әртүрлі жанрда формативті, суммативті тапсырма, бағалау критерийлері. Сонымен қоса міндетті түрде медиафайлдар болу керек. Ол суреттер, презентация, видеофайл, оның барлығы өзіңіз түсірген болсаңыз, өзіңіз түсіріңіз. Бірақ барлығы сабақ мақсатына сай болу керек. Егер біздің сабағымыз жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген бір бастауыш мектепте сондай тақырып бар, ортақ тақырып. Міне бүкіл видеоларыңыз, бүкіл суреттеріңіз, бүкіл аудио материалдарыңыз сол тақырыпқа сай болу керек. Тек қана өзіңіздің сабағыңызды өзіңіз ғана түсіріп қойып, сол платформаға орналастырсаңыз, ол бізге ештеме бермейді. Бір видеода жақсы туралы материалдар болуы мүмкін. Екінші видеода немесе подкастта бір бала жаманқылық жасап қойды, соған көзқарасын қандай деген сияқты, астына тапсырма орнатуға болады деген сияқты. Сабақтарыңызды видеоға түсіру міндетті емес. Все домашние задания можно посмотреть в записях вебинаров на нашем YouTube-канале Digital Stars Алматы. Барлық тапсырмаларды біздің каналдан көре аласыздар. Асет өзінің тағы да бір сілтемемен бөлісті. Орындаған тапсырманы және өзіңіздің аты жөніңізді көрсетіп, DU sabaka.kz. Біріншіден біздің пошта мекен-жайларымыз болған және бізге файлдардың аты да және бізде қандай ақпараттың кімге келіп, сондықтан біздің өзіміз үй тапсырмаларымызды нижний пробел Каратабанов Руслан. Дальше. Вот еще раз дублируется. Тағы да осы пайдалы ақпарат тағы да қайталануда. Инфографику нужно сделать, тогда вы можете также. Бұл платформада біздің қысқа мерзімді жоспардан гөрі бүкіл сабақтың басты идеясын инфографика түрінде көрсетуді жөн көрдік. Сөйтіп инфографика жасайсыздар, оны игеріп үйреніп алғандарыңыз дұрыс. Сонымен қоса инфографика қалай жасау керек, сол жөнінде жақсы сілтемелер беріп отыр. Енді тағы да сұрақтарыңыз жоқ болса,
Көріскенше күн жақсы дейміз. Сұрақтарыңыз болып жатса, әлі жауап алуға сіздерде мүмкіндік бар. Уважаемые коллеги, у вас уникальная возможность задать вопросы. Если нет вопросов, тогда вы можете вновь и вновь возвращаться к сұрақтарыңыз болмаса, осы вебинардың хабарламасына кіріп, вам получится. және сіздердің жақсы жұмыс жасау қолдарыңыздан келеді дегенге сенімдімін. Рахмет деп жазса, сіздерге де көп рахмет. И вам большое спасибо. Всем до свидания. Инфографиканы қашан үйретесіздер деген сұрақ. Когда вы научите нас инфографикой, датасын біліп сіздерге жазып жібереміз. Бүгінгі сабақтың видеосы бар ма? Көруге бола ма? Бүгінгі сабақтың можно ли посмотреть видео сегодняшнего урока? Біршама монтаждап, әдеттегідей YouTube каналға Как обычно, Алматы деп аталады. Нақты қандай платформада жасаймыз сабақты? мы пока не знаем, на какой платформе. Платформаны өздеріңіз таңдайсыздар. Бұл жерде біз деген Вы сами выбираете платформу. Тогда тем самым мы почитаем права. И мы никого не защищаем, никого не заставляем. Какой формат вам удобен, в том формате делайте. Каждый из них отбирает. А наш следующий вебинар называется «Наш смартфон, друг или враг». Завтра, а 3 ноября, педагогический дизайн. Сондықтан біз қандай әдіс тәсілдерді назарға алуымыз керек, қайсынан бас тартуымыз керек деген сияқты сұрақтарға осы вебинар жауап береді. Считается ли предыдущий балл на последующие этапы? Вообще, Алдыңғы суперфиналисты отбираются супер сумме баллов, поэтому финалисттер осы балдың баллы ни одного этапа не обнуляются, они все идут в общий зачет. Я получила только задание данного семинара. YouTube каналдағы видеоларда тапсырмаға қатысты бір ақпарат болса, мұны сол жақтан аласыз, немесе сіздердің пошталарыңызға спикерлер пайдаланған, қолданылған, сіздер үшін жасаған презентациялар бар. Сол презентациялардың ішінде тапсырмаға қатысты ақпараттар болуы мүмкін. Для учителей ниш «Как быть с темой». Здесь конкурс проводится под эгидой Министерства образования и науки Республики Казахстан, инициирован Акимом города Алматы, проводится совместно с Управлением образования, поэтому приоритет отдается тем типовым учебным программам, которые реализуются в наших 7000 государственных школах. Поэтому вы можете выбрать из программы для государственных школ наиболее близкие к ниш-теме и разрабатывать его, потому что программы для образовательных школ были разработаны, опираясь на опыт ниш, на программы ниш. Поэтому вы очень легко найдете очень близкие, очень схожие темы. Поэтому возьмите на вооружение именно программу для государственных школ. Влияют ли баллы домашнего задания на конкурсные баллы? Баллы домашнего задания на конкурсные баллы не влияют. Они просто могут повлиять на то, станете ли вы победителем по активности среди слушателей и сможете ли вы выиграть ноутбук за такую вашу активность. Просто на том вебинаре говорить, что да, нет, конкурс, домашнее задание – это параллельный конкурс на ноутбук. Он не суммируется к баллам конкурсных заданий. Тогда, наверное, мы завершаем
Вот, спасибо большое, всем до свидания. Көріскенше күн жақсы, аман сау болыңыздар.